Бүгінгі тақырыбымыз қазақ жоңғар шайқастары. Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік шығыс бөлігінде қазақ жеріне 18 ғасырда өте ірі жорықтар ұйымдастырған жоңғарлар болған болады. Осы жоңғарлар қазақ жеріне 18 ғасырдың 20-30 жылдары 3-тен 2 бөлігін қазақтардан тартып алған болады. Осы тартып алынған жерлерден қазақтар өздеріне ол жерлерді жоңғарлардан қайтадан басып алу мақсатында ірі шайқастар ұйымдастыру керек екендігін түсінген болатын. Осылай 300-дің басын қосу керек, жоңғарларға қарсы тойтарыс беру керектігін 300-дің сұлтандары мен билері мен батырлары бір жағадан басып бір жерден қол шығару керектігін түсінген болатын. Осы орайда қазақ жасақтарына басшылық жасау барысында ірі әскери жасақтарды басқарған сұлтандар Әбілмәмбет, Барақ, Самеке, Әбілқайыр, Абылай болған болатын. Жасақ дегеніміз қазақ жеріне шабуыл жасап, ойран науатқан жауға қарсы тойтарыс беру үшін халық жасағы құрылған болады. Қазақтың 3 биі, Қазақта 300-дің үлкен төбе билері бар. Ұлы жүзде Төле би, орта жүзде Қаздаусы Қазбек би, кіші жүзде Әйтек би. Азаттық күресіне идеялық басшылық жасауда қазақтың 300-ның аса көрнекті 3 биі өз міндеттерін алды. Қазақ жеріне жоңғарлар шабуыл жасау барысында дербес жасақтарда құрылды. Ол дербес жасақтарда батырлар басқарды. Қабанбай, Жасыбай, Бөгенбай, Есет, Жәнібек, Малайсары, Баян, Наурызбай, Қожаберген, Олжабай, Райымбек батырлар дербес жасақтарды басқарған болады. Ел шетіне қауіп-қатер төнген кезде ер азаматтар ғана емес, әйел қауымы, қыздар да жауға қарсы өздерінің ерліктерін көрсете білген болатын. Атап айтқанда Абылай сұлтанның қызы Айтолқын, Ұланбай батырдың қызы Айбике және басқалары да қаһармандықпен шайқасты. Ал Қабанбай батырдың әйелі Гаухар барлаушылар жасағын басқарды. Барлаушылар жасағы дегеніміз әскердің келе жатқандағы жолда жаудың тосқауыл, кедергі сыртқы шабуыл жасамауын алдын ала барлап келетін, жолда қауіп-қатер жоқ па екендігін тексеретін топты бізде барлаушылар жасағы деп атайды. Жоңғар басқыншыларына қарсы қазақтың қайсар қыз-келіншектері де атсалысты. Батыр ерліктерін дәріптеу, халық арасындағы батырлардың ерлігін халық арасында үгіт-насихатта, өздерінің жырларында, дастандарында енгізіп, оны 21 ғасырға дейін сақтап келген Көмбетей, Ақтамберді, Тәттіқара, Қожаберген, Бұхар жыраулар болған болады. Бұхар жырау Абылай ханның ақыл кеңесшісі болған жырау. Жоңғар хандығына қарсы жорық 1728 жылы Бұланты өзенінің бойында Қара сиыр деген жерде болды. Бұланты шайқасында жалпы Бұланты және Білеуті деген өзендерінің бойында болған болатын. Осы шайқаста өте көп деген қазақ жауынгерлерінің халық жасағына деген өте үлкен сенімділік осы шайқаста пайда болған болатын. Келесі шайқас жоңғарларға қарсы келесі жорық 1730 жылғы көктемде Балқаш көлінің оңтүстік батысының жағындағы Ичпес Алакөл деген жерде болды. Бұл картада қазақ жеріне баса көктеп кірген жоңғарларға қарсы тойтарыс берген халық жасағының шайқастар болған жерлер. Амрақай шайқасы 1730 жылы Бұланты Білеуті өзенінің бойындағы шайқас. Бұланты шайқасы. Қазақ жоңғар шайқастары. Жалпы қазақ жоңғар шайқастарында жауға қарсы бүкіл халық
жасағы көтерілді. Және барлық халық көтеріліп жауға қарсы өздерінің ерліктерін көрсеткен болатын. Ірі әскери жорықтарды хандар мен сұлтандар басқарды. Дербес жасақтарды батырлар басқарды. 300-дің күш жігерін біріктіру нәтижесінде Бұланты Амрақа шайқастарында қазақтар жеңіске жетті. Яғни ең ірі Бұланты және Амрақа шайқастарында қазақтар өте үлкен жеңіске жеткен болатын. Ерлік жылдары. Басқыншы жауға қарсы күреске бүкіл қазақ халқы көтерілді. Батырлардың ерен ерлігін жыраулар өз шығармалары арқылы жеткізді. Олар қазақтың беделді де Айбынды ханына бақыттады. Бұланты шайқасы. Жоңғар хандығына қарсы ұзаққа созылған күресте 1728 жылы Ұлытаудағы Бұланты өзенінің бойында Қара Сиыр деген жерде қазақ жасақтары ірі жеңіске жетті. Осы Бұланты шайқасында жоңғарлардың жер қайысқан қалың қолы жеңілістің не екенін білмейді деген жалған аңызды жоққа шығарды. Және қазақ халқы жоңғарларды осы шайқаста жеңген болды. Жауға ойсырата соққы берілді. Бұланты өзенінің бойындағы жеңіс жауынгерлерді рухтандырып жігерлендірген. Бұл жеңіс келесі жеңіске сенімділік ұялады. Бұл Бұланты шайқасының өте үлкен маңызды болған тұстарын айтып атап өтті. Амрақа шайқасы. Қазақ халқының жоңғарларға қарсы азаттық күресі барысындағы өте елеулі оқиға Амрақа шайқасы. Бұл шайқас 1730 жылғы көктемде Балқаш көлінің оңтүстік батыс жағындағы Ичпес Қалакөл деген жерде болды. Шайқасқа кіші жүздің ханы Әбілқайыр тікелей басшылық етті. Оған қазақтың 300-ның жасақтары толығымен қатысты. Амрақа шайқасында қазақтар жауға ескерінен тандырақ күшті соққы берді. 300-дің хандары мен сұлтандары бұрынғы алауыздықты қойып, тамаша жеңіске жетті. Ұзақ жылдарға созылған қазақ жоңғар арасындағы түбегейлі өзгеріс жасалды. Шайқас даласында жоңғарлардың есеңгіреген, жеңіліске ұшырап, аңырап қалған жері Аңырақай деп аталып кеткен. Жауға қарсы жұмыла күресті. Бұл күрес 300-дің күш біріктіруінің нәтижесі болды. Жоңғарлар қазақтардан тартып алған жерлерін мен тастай қашқан болды. Осы Аңырақа шайқасында өте көзге түскен жаудың бірде-бір жекпе-жегінде жеңілмеген батыры Шарышты қазақтан шыққан Абылай батыр жекпе-жекте жеңілген болатын. Осы жеңілген жекпе-жектен кейін Абылайдың даңқы ел арасында ақырындап шыға бастады. Қанжығалы Бөгенбай батырлар туралы ұсыныс жасады. Ұсынысы бойынша шайқаста қаза тапқан жауынгерлердің денесі Ұлытаудың басына шығарылып жерленуі керек болды. Және де бұл ұсыныс қабыл алынып, Ұлытаудың басына жауынгерлердің денесі шығарылып жерленді. Ұлытау себебі Ұлытауда Бұланты өзенінің бойында Бұланты шайқасы болған болатын 1728. Сол жеңістен кейін Қанжығалы Бөгенбайдың ұсынысы бойынша жауынгерлер жерленген. Билік үшін бақталады. Аңырақа шайқасынан кейін жау түбегейлі жеңілген жоқ еді. Осы кезде сұлтандар мен хандар арасында тақталасы басталды. Ұлы хан болуға Әбілқайыр мен Сәмеке дәмелі болды. Мұхтар Мағауиннің дерегінде егер Бұланты мен Аңырақайдағы жеңілістер болмаса, қазақ ордасы осыдан 300 жыл бұрын мүлде тозып құрып біткен Ноғай ордасының тегін кері анық деп жазған болады. Енді қорытындылай келетін болсақ, жоңғарлар қазақтардан тартып алған жерлерінен тастай қашты, тақталасы өршіп 300 қодырап кетті. Аңырақа шайқасында жау түбегейлі жеңілген жоқ еді, Аңырақа шайқасы түбегейлі өзгерістер алып келді. Осылай бүгінгі сабағымызда қазақ жоңғар арасындағы ең ірі Бұланты және Аңырақа шайқастарына толық тоқталдық.